Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстандағы 30 жылғы билікке Кремльдің ықпалы ерекше болды. Қаңтар қырғын аталып кеткен жыл басындағы жағдайлар мен билік элитасының ауысуына қатысты Азаттық тілшісіне сұхбат берген Мәскеудегі Карнеги орталығы Ресейдің ішкі саясаты және саяси институттары бағдарламасының жетекшісі Андрей Колесников бірнеше жайттардың басын ашып өтті. Қазір Тоқаевқа әлдекімдер алдын ала сөз байласып, ұйымдасқан шабуыл ұйымдастырды деп айтқан тиімді. Сырт көзге шабуылшылар әрекетінде аяқ асты қабылданған шешімдер көп болғаны байқалады. Сондықтан президенттің сөзіне сену қиын. Қазақстанда болған наразылық Чилидегі қарсылық акциясына ұқсайды. Онда наразылық жолақының қымбаттауы сияқты болмашы себептен туып, бүкіл елді қамтыды. Мемлекет басындағылар мен биліктің сойылын соғатын сарапшылар осындай оқиғалар кезінде халық деп аталатын субъектіні назарға ілмейді. Элита, халық өзі көтерілді. Бір облыста ғана емес, бірнеше өңірде ұшқыннан өрт шығып кетті дегенге сен алмай отыр. Олар бәрі аяқ астынан болды деген нұсқаны мойындауға дайын емес. Тоқаевтың орнында постсоветтік мемлекеттің кез келген авторитар басшысы дәл осылай айтар еді. Бірақ бұл сөздердің оның өз өмірін және билігін сақтап қалу үшін қолданған қатаң шараларын ақтау үшін айтылғаны көрініп тұр. Күтпеген жерден бүкіл елді қамтыған наразылық басталса, әрине мародерлар басқалар да шығады. Бұл табиғи процесс. Революция ережесі сондай. Ол бүлікті тоқтатып, өзін ірі көшбасшының қолындағы қуыршақ қана емес, саяси қабілеті бар тұлға ретінде көрсетті. Бірақ оның ары қарай қалай әрекет ететінін қарау керек. Тарихи тәжірибеге сүйенсек, президент құзыреті бар адамның қолынан көп нәрсе келеді. Әсіресе жедел әрі сенімді әрекет еткен басшының алмайтын асуы жоқ. Ол үшін халық емес, бюрократия мен күш құрылымдарының азғана бөлігі қолдаса жетіп жатыр. Тоқаевтың одақтасы кім болғанын, бұл жоспарын қалай құрғанын білмеймін. Ары қарай не болады? Жағдай тұрақталғаннан кейін Тоқаев билігін сақтап қалама, ол да белгісіз. Бірақ ол өз қолындағы құралдарды жылдам әрі сенімді түрде пайдаланды. Мүмкін президент бірінші кезекте саяси билігін емес, өз өмірін сақтап қалу үшін жанталасқан шығар. Ол қолынан келгеннің бәрін жасады. Нәтижесінде қазір елді басқа адам емес, Тоқаев басқарып отыр, дейді Андрей Колесников мырза. Ал сіз дәл осы ресейлік сарапшының айтқан сөздерін қалай ойлайсыз? Бұның барлығы әдейі Кремльдің айтқызып отырған сөздер ме? Әлде сарапшының жеке көзқарасы ма? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.